Сәлем достар, байланыста Гүлдана. Бүгінгі тақырып бізде матрица туралы болады. Матрица туралы мынау эзотерика контентінде негізі видеолар өте көп, бірақ менің түсінігімде матрица ұғымы мүлдем басқаша және басқаша жұмыс жасайды. Менің тіпті білуімше эзотерика контентінде матрица туралы беріліп жүрген ақпараттардың көбісі бұрмаланған. Яғни бұрмаланған деген сөз, егер адам сол ақпаратты алып қолданатын болса, оның өмірінде өте үлкен сынақтар пайда болады деген сөз. Менің сөзімді бүгін қалай қабылдайсыздар білмеймін, бірақ бір нәрсе анық, бұл жерде мен беретін ақпарат эзотерика контентіндегі адамдардікіне сәл қарама-қайшы болуы мүмкін. Қандай комментарийден кейін мен бұл видеоны түсірейін деп шештім. Бір қыз комментарий жазыпты, яғни мен 5D санасына өткеннен кейін матрица мені қабылдамай қойды деп жазған екен. Осы комментарийді оқығаннан кейін мен видео түсіргенім дұрыс деп шештім. Матрица деген фильм бар, білесіздер, сол фильм рухани дамыған адамдардың ішінде, яғни рухани даму жолына келіп жатқан адамдардың ішінде дейінші, бұл фильм өте хит. Сен енді рухани дамып бастағаныңда, оказывается, сен матрицаның ішінде өмір сүретініңді білесің, ал матрица бұл өте үлкен компьютер жүйесі секілді болады да. Және сен оянған кезде матрица сенің жауың, матрица сенің оянғаның, рухани дамығаның матрицаға невыгодно, сондықтан ол сені сындыруға тырысады, ол саған көп сынақтар береді, сынайды деген ақпарат кең тарап кеткен. Бұл өте үлкен бұрмаланушылық негізі шын мәнінде. Не себептен? Себебі матрица бұл Құдайға қызмет жасап тұрған ең үлкен жүйеге кіреді. Кез келген денемен дүниеге келген адам осы матрицаның ішінде өмір сүреді және матрицадан шыға алмайды. Матрицадан шығудың жалғыз жолы ол өлім. Яғни денеден жанның шығып кетуін айтады. Бірақ сізде егерде дене болса, сіз матрицадан шыға алмайсыз, сіз әлі матрицаның ішіндесіз деген сөз. Матрицаның мақсаты бұл эволюция. Эволюция даму. Бұл жүйе жаңа Құдайдың оң қолы секілді қызметін жасап жатыр. Эволюция процесі дұрыс жүру үшін, себебі бұл жүйе болмаған кезде жалпы өте үлкен хаос болар еді. Жерде негізі порядок бар да. Порядок деген сөз бүкіл сценарий, жерде болып жатқан бұның барлығы секунд, миллисекундқа дейін Құдайдың жоспарымен болып жатыр деген сөз. Себебі Құдайдың қалауынсыз бірде-бір жапырақ түспейді. Яғни осы бір порядокты ұстап тұратын жүйе матрица сол. Енді қараңыздар, адамдардың айтуы бойынша матрица бұл біздің жауымыз деп айтады. Құдайға қызмет жасап тұрған жүйе, ол қалайша сенің жауың болады. Білесіздер ме, мынау адам дүниеге келген кезде, адам ғана емес, негізі жалпы дүниеге келген жаратылыстардың барлығының мақсаты бір. Құдайға қызмет деген сөз бұл эволюция процесінен өту. Әрине бұны әртүрлі діндерде әртүрлі ақпаратпен айтып жеткізеді. Мысалы, дінде айтады, сен Құдайға құлшылық ету үшін дүниеге келгенсің деп. Мен негізі өзімнің тілімде мүлдем құл деген сөзді қолданбаймын, себебі переходтың жалпы мәні құлдық санадан шығу ғой. Яғни сіздер матрицадан шықпайсыздар, сіздер құлдық санадан шығасыздар. Құлдық санадан шыққан адамдарда өте үлкен осындай бір ерекшелік пайда болады. Оларда орыс тілінде былай айтады: творцы на службе жизни дейді. Творцы на службе жизни дейтіндер өмірге, адамдарға қызмет ететін адамдарды айтады. Ол кез келген сфера болуы мүмкін, абсолютно маңызды емес. Бірақ сіз қай жерде жұмыс жасасаңыз да, сіз даму процесіне өзіңіздің үлесіңізді қосасыз. Сондықтан творец деген сөздің қасында құл деген сөз жүрмейді бірге. Рухани дамыған, оянған адам, ол өмірін өз қолымен жасайтын адамдардың қатарына кіреді. Құдай оған жай ғана керек инструменттерді береді. Сондықтан переходтың мәні, жалпы оянған адам, ол құлдық санадан шығады.
Бұл өте терең процесс. Это такая, знаете, глубинная работа. Және бұл жұмысқа көп адамдар дайын болмауы мүмкін. Бірақ сіз егер переход уақытында туылған болсаңыз, ертелі кеш Құдай сізді жақсы көргені соншалықты ол сізді осы процесске алып келеді. Сіз өз еркіңізбен келсеңіз, әрине жақсы. Өз еркіңізбен келмесеңіз, сіздің өміріңізге определенный сынақтар жіберу арқылы сізді осы жолға алып келеді. Кризис болады, депрессия болуы мүмкін, балаға қатысты, баланың денсаулығымен қатысты проблема болуы мүмкін. Әйтеуір сізді алып келеді. Себебі кез келген адамның мақсаты эволюция. Матрицаның мақсаты да эволюция. Яғни сіздің мақсатыңыз бен матрицаның мақсаты бір болса, сіздер жау емессіздер, сіздер союзниксіздер. Сондықтан мен бұл жерде не ұсынар едім жалпы? Адам матрицаға қарсы бунт жасаған кезде, бунт деген не? Бунт деген жалпы кімге тән? Бунт деген ол піспеген балаға тән болады. Бунтқа кім бейім болады? Психология жағынан алып қарайтын болсақ, бунт бұл 12 жаспен 12 жас пен 16 жас аралығындағы балада болады. Яғни подростық кез басталады, жасөспірім шақ. Бұндай кезде балалар бунтқа бейім болады, және осы санада застрять етіп қалып кететін болсаңыз, сіздің поведениеңізде өте жиі бунт болады. Ол бунт негізі бірінші кезекте ата-анаға бағытталған, бірақ бала ата-ана мен Құдайды ажырата алмайды негізі. Ол ата-анамен қарым-қатынаста бүкіл пайда болған травмаларын, өмірге деген көзқарасын Құдайға проецировать етеді да, менің бір сөзбен айтқанда ата-анасын алып Құдайдың орнына қойып қояды. Бұл неосознанно болады, достар. Бұл, білесіздер ме, населениенің мына жерде өмір сүретін 90, тіпті 95% адамның өмірінде бар нәрсе. Құдайға өзінің шынайы болмыспен қарамайды. Құдайға бұрмаланған, бөтен адамдардың көзімен қарайды. Травма алған баланың көзімен. Травма алған бала Құдайға қарым-қатынасы қалай болады? Бұл, мысалы, егер мен бір нәрсені дұрыс істемесем, Құдай мені жазалайды. Мен жұмаққа лайық болуым керек деп ойлайды. Лайық болуым үшін мен тозақтан өтуім керек деп ойлайды. Яғни тозақ деген ол өте-өте ауыр сынақтардан, иә? Құдай мені жазалайды деп ойлау, Құдайдан жиі-жиі қорқу, бұл адамның өте үлкен бір бұрмаланған кеңістікте өмір сүретінін көрсетеді. Яғни иллюзия кеңістік, себебі Құдайдың екінші аты махаббат. Әр дінде әртүрлі ат бар, иә? Ислам дінде Аллах, христиан дінде Христос дейді. Буддизм дінде Будда, бірақ барлығы сол бір Құдай. Аты оның махаббат. Шексіз махаббат ол ешқашанда қорқынышпен бірге болмайды. Ол или махаббат деген сөз, оның температурасы өте жоғары, оған қорқыныш деген нәрсе тіпті сай келмейді, түсінесіз ба? Яғни сіздің тарапыңызда Құдайға деген қорқыныш болса, сізге таңдау жасау керек болады. Сіз махаббатты таңдайсыз ба, әлде қорқынышты таңдайсыз ба? Переходтың екінші мәні қорқыныштың кеңістігінен, яғни қорқыныштың толқынынан махаббаттың толқынына өту. Переход, иә? Бұл үшін сіздер өте-өте терең процесстерден өтесіздер. Мен әлі күнге дейін өтіп жатырмын ол процесстен. Сіздер буквально бір жарым айдың ішінде минимум 4-5 жылға есейетін процесстер болады. Программаларыңыз, иә, мидағы сіздерге тиесілі емес программа, установкалар, өте терең сіздің өміріңізді басқарып тұрған программалар судың бетіне қалқып шыға бастайды. Және егер сіздерде білім болса, сіздер өте жылдан переход жасайсыздар. Білім болмаса, сіздер білмейсіздер ол нәрсемен не істеу керектігін. Мысалы, сіздің бойыңызда бір программа шықты, дальше не істеу керек ол программамен. Сіз білмейсіз. Сол себептен, достар, білімге, я, дұрыс білімге вклад жасау керек. Мына білім, ол сіздердің ішкі әлемдеріңізді байытатын нәрсе. Білімнің түрі көп негізі, бірақ ақыр заман уақытында сондай тірі білім болады. Ол білім сіздерді сверхускоренно өте аз уақыттың ішінде жылдам көтереді және ескі матрица жүйесінен шығарады. Матрица жүйесіне келер болсақ,
Матрица ол ешқашан кетпейді. Жұмақ санасы деген кеңістікті алатын болсақ та, оның өзінің матрицасы бар, яғни жұмақтың да матрицасы бар да. Біз матрицадан шықпаймыз, біз жай ғана ескі матрица жүйесінен жаңа матрица жүйесіне переход жасаймыз. Жаңа матрица жүйесі уже құрастырылып жатыр, және ол жерде өте үлкен, ол жерде сынақ жоқ. Ескі матрица мен жаңа матрицаның айырмашылығын айтатын болсам, ескі матрицада страданияның кеңістігі, яғни сынағы өте көп. Бұл жақта адамдар көп жағдайда білімсіздіктен қиналады. Жаңа матрица жүйесіндегі адамдарда білім бар, олар сол білімді осознанно қолданады, олар сол білімнің носителі. Олар дальше дамиды, эволюция процесінен өтеді, себебі дамудың шегі жоқ, переходтың шегі жоқ. Бірақ единственный айырмашылық сынақ жоқ бұл жақта. Бұл жақта кәдімгі шынайы рахат өмір. Изначально сіздерге туылған кезде по праву тиесілі нәрселер бар. Ол денсаулық, ол ақша. Мен сіздерге айтайын, сіздер ақшаның шынайы болмысын көрген кездеріңізде таң қаласыздар. Айтқанымдай, оның болмысы Құдайдан келеді. Яғни мына жақта ескі матрица жүйесіндегілер ақшадан қорқады, ақшаның артынан қуады, ақша туралы неше түрлі установкалары бар. Біреу ақшаға бала позициясынан қарайды, біреу жаңағы подростковый позиция, то есть жоғары позициядан қарап, ақшаны менсінбейді, ақша қолдың кірі деген секілді. Бір сөзбен айтқанда, ақша туралы искажение жетеді бұл жақта. Сол установкалардың әсерінен олар постоянно ақшамен қиналады. Мына кеңістікте ақша бұл тірі қайнап тұрған энергия, яғни бұл кеңістіктегілерде жалпы ақшамен мүлдем қиналу деген нәрсе жоқ. Мен тірімін ба, демек менде всегда ақша бар, болды. Бұларда сондай стержень болады. Және енді әрине ол ондай сана жүйесіне өту үшін біраз еңбек ету керек. Одан кейін ескі матрица жүйесіндегілерде оларда әрқашанда өмірінің әртүрлі сферасында проблемалар болады. Денсаулықта бәрі жақсы болса, қарым-қатынаста проблема, қарым-қатынаста бәрі жақсы болса, балалармен проблема, бала туумен проблема болуы мүмкін, болмаса жаңағы бала туылған, бірақ ол бала ауыра береді, жаңағы енді неше түрлі сценарийлер болады. Бұл жерде ата-анамен қарым-қатынас, ата-ана қабылданбаған, бұл вообще база, Мен ол туралы айтпай та қойын, достар. Ата-ананы қабылдау деген бұл база, бұл фундамент. Бекер айтпаған жұмақ ата-ананың аяғының астында деп. Ключ ананың емес, ата-ананың, әкенің де аяғының астында жұмақ. Не нужно недооценивать мужчин. Олар ана мен әке екеуінің рөлі бірдей маңызды. Бірақ бұл тоже қатты бұрмаланып кеткен. Ананың разылығы деп әйеліне көрсетпеген қорлықты көрсететін еркектер бар. Көріп атсыздар ғой, қазақ қоғамында ажырасу не себептен көп? Не себептен келіндер қатты қиналып жатыр? Мен өзім солай қиналған келіндердің қатарынан болғам. Осындай бұрмаланған нәрседен зардап шеккенмін да кезінде. Шын мәнінде ата-ананың разылығын алу деген бұл ата-ананың ақысын беру деген сөз. Ата-ананың ақысын беру, әйеліңді алып ата-анаңа қызмет жасатқызып қою емес. Поверьте мне, ондай адам жұмақ туралы армандамай қойса болады. Ата-ананың ақысын беру, ата-ананы жаңағы разылығын алып жұмаққа кіру деген сөз, ол ата-ананы жүректе қабылдай білу. Видите ли, мамкин сыноктардың көбісі бар ғой, әйелді құл көретіндер. Олар түбінде ата-анасына реніші барлар. Сондықтан бұл реніштің 1% де претензияның 1% сіздерде қалмау керек. Әрине ата-анасын жүректе қабылдаған еркек ол әйелге былай қарайды. Түсінесіздер ма? Бұл әйелдерге де қатысты. Переходтың басты кілті қабылдау күші арқылы ата-ананы қабылдап ақысын беру. Тек қана қабылдау арқылы сіздер ата-ананың ақысын бересіздер. Тек қана қабылдау арқылы
Сіздер өмірлеріңіздегі 90% проблеманы жоқ қыла аласыздар. Қабылдау бұл переходтың басты талабы, бұл Құдайдың бізге қойып отқан талабы негізі. Қабылдауды үйрен. Себебі қабылдау қасиеті болмаса, ол Құдайға бойсұнбауда негізі смирение жоқ деген сөз. Сол смирениені сізге беретін бұл қабылдау. Егер сіздің қазір бойыңызда бұл қабылдау болмаса, сіздің ойыңызша жаңағы өміріңізде болған сынақтарға претензия болса, ата-анаға претензия болу деген сөз, ол айналадағы адамдармен 100% проблема болады деген сөз. Партнермен проблема болады, күйеу, әйел, бала-шағамен проблема болады, коллективпен проблема болады, және ата-ана емделмеген жағдайда, яғни іште қарым-қатынас, сіз сол нәрсенің барлығын айналадағы адамдарға былай проецировать етесіз. Сосын ол адамдарды еще қабылдамайсыз. Яғни сізге сынақ береді, сіз ол сынақтарды қорыта алмайсыз, өте алмайсыз да. Қабылдау сол нәрсенің бәрін шешеді. Өте маңызды навык. Бұл навыкты үйрену керек. Кәдімгідей миыңызды үйретіп, тренировать етіп. Бұл адамда бар немесе жоқ емес. Адамдардың көбісінде, вообще 95%-інде қабылдау күші жоқ қой. Мен өзімде бұл мүлдем болмаған. Мен жай ғана білім алдым, сол білімді қолдандым, және мен постоянно осы қабылдау күшін навык ретінде дамытып отырамын. Нәтижесінде өміріңде проблема кете береді. Бірақ қабылдау деген сөз проблемадан арылу, негативтен арылу емес, біз бәрін қабылдаймыз. Керісінше қабылдаймыз. Қабылдаған кезде өте қатты махаббат оянады, ана негатив сол махаббатқа еріп кетеді. Яғни біз одан арылмаймыз. Көп жерде айтады, травмадан арылу, негативті энергиядан кеңістігіңді тазарту, бәрі керек. Еш нәрсені шығарып тастауға болмайды. Еш нәрсені осуждать етіп, мынау маған керек емес деп айтуға болмайды. Бәрі керек. Әр сынақ, әр адам, әр сіздің бойыңыздағы мінез құлық, сіздің, білмеймін, буквально бәрі, әр детальға дейін сіз үшін болған. Сондықтан оны қабылдау керек. Мен сіздерге не ұсынамын? Матрицаға қарсы сіздер бунт жасаған кезде, матрица расымен де сіздің өміріңізге өте көп сынақтар жібереді. Матрица компьютер секілді да, солай жұмыс жасайды. Матрицаның заңдылықтары бар. Сол заңдылықтарды зерттеп ұстануды ұсынар едім. Дипломатия қасиетін дамытуды ұсынар едім. Дипломатия деген келісімге келе білу, бұл санасы піскен ересек адамдарға тән. Дипломатия қасиеті кішкентай балаларда, яғни сіздің егер психикаңыз піспеген бала санасында қалып кетсе, бұл қасиет сізде болмайды. Нәтижесінде сіз келісімге келе алмайсыз. Келісімге келу нәтижесінде матрица сізді көкке көтереді. Бұның ең үлкен бонусы Құдаймен керемет қарым-қатынас. Жизнь в потоке деген сөз бар ғой орыстарда. Сосын орыстарда тағы бір сөз бар, я в порядке деп айтады. Я в порядке, порядок. Когда вы говорите «я в порядке», но вы против матрицы, вы не в порядке. Матрицамен келісімге келіп, яғни оның заңдылығын түсініп, мақсаттарыңыздың бір екенін түсініп, мақсаттарыңыз эволюция, Құдайға қызмет, Құдайдың разылығы. Демек, мен жай ғана осының заңдылығын зерттеймін, соны ұстанам, болды, проблема шешіледі. Енді искажение, ақпарат енді ондай бұрмаланған ақпаратты тыңдап жүрсеңіз, онда ол да сізге өзінің қызметін жасап жатқан шығар, бірақ қазір мен айтқан видео көп адамның өмірін өзгертеді, егер маған құлақ асатын болса, матрица сіздің жауыңыз емес, ол сіздің негізі союзникіңіз. Оған жау ретінде емес, оған, білмеймін, бауыр ретінде қараңыз. Түсінікті тілде. То есть, в порядке деген сөз, порядок, барлығы өз орнында деген сөз. Сіз заңдылықты зерттеп, өз орныңызда болатын болсаңыз, расымен де у вас все будет в порядке. Порядок. Хаос жоқ бұл жерде. Өміріңіздегі
порядок, ясность беретін нәрсе заңдылықтарды білу, ұстану. Яғни анық заңдылық деген мәселе вообще қалай? Әр мемлекеттің мысалы өзінің конституциясы бар. Мемлекеттің заңдылығын бұзсаң, сен заң жүзінде жазаланасың. Матрицада тура сондай ғой, жүйе ғой. Матрица сондай жүйеге кіреді, яғни оның өзінің заңдылығы бар. Мысалы, заңдылықтың біріне ешкімді осуждать етпей кіреді. Я? Сен біреуді осуждать еттің, сен заңдылықты бұздың, пожалуйста, сен өміріңе соның последствиясы келеді. Бұл жаза емес. Жаза деп қарастырған күннің өзінде де матрица сізді жазалап жатқан жоқ, Құдай сізді жазалап жатқан жоқ, сіз жай ғана өміріңіздегі сынақты өз қолыңызбен жасап алдыңыз деген сөз. Себебі сізде білім болған жоқ. Білгеннен кейін еще нәпсіні тыйып жасамау керек та ол нәрсені. Мысалы, мен біліп тұрмын, осуждать етуге болмайтын. Мен тұрып осуждать етсем, ертең менің балам шалқасынан құлайды да. Ол бірден ауырады. Мен біреуді осуждать еткен кезде. Мен до такой степени бұл нәрседен таяқ жегем, что мен қазір өте қатты аузыма иемін. Одан кейін матрицадан кейінгі ең үлкен жүйеге не кіреді? Бұл мемлекет жүйесі. Мемлекет жүйесі деген ол енді целая история. Мемлекет жүйесі мемлекетке қарсы келу, мемлекетке қарсы бунт жасау, мемлекеттің заңдылығын біле тұра бұзу, я? Бұл да жүйе ғой. Яғни мемлекет, жалпы билік, ол әрқашанда халықтың айнасы. Билікке қарсы бунт жасау, бұл адам жасау мүмкін ең бесполезный нәрсе. Одан зардап шеккеннен басқа еш нәрсе жоқ. Мемлекетке бунт жасап қаншама адам зардап шекті, оны өздеріңіз білесіздер ғой. Білесіздер ма, жақсы елде тұрғыларыңыз келсе, ең экологичный, жылдам жолы не? Мемлекетті жақсы жаққа қарай өзгерту, ол халықтың қолында негізі. Әр өмір сүріп жүрген халық өзінен бастаса. Населениенің хотя бы 5% осознанный болса, Қазақстан әжептәуір болатын еді негізі. Бұдан да мықты болатын еді. Қазір де негізі тфай-тфай. Если честно, я ни на что не жалуюсь. Если вы жалуетесь, поверьте, мәселе мүлдем билікте емес. Кез келген адам ішіне қарау керек. Бәрі сіздің ішіңізде ғой. Бунт жасау бұл подростықтарға тән. Піскен адам бунт жасамайды. Піскен деген сөзге келер болсақ, жалпы адам мысалы тал егетін болса, алма ағашын екті, я? Ол алма ағашы піскен кезде уражай жинайды ғой. Піскен әдемі алмаларды өзімен алып кетеді. Шіріп жатқан алмалар бар, піспеген алмалар бар, я? Бұны біз переход уақытымен салыстырсақ болады. Переход уақыты Құдай піскен, психикасы піскен адамдарды жинайды деген сөз. Сондықтан өз-өзіңмен жұмыс жасау бұл крайне важно бұл уақытта. Кстати, ақырзаман деген сөзден қорқудың қажет жоқ. Бұл өте керемет уақыт. Бұл адамдар жаппай жұмақ санасына көтерілу мүмкіндігіне ие болатын уақыт. Просто бұл мүмкіндікті біреулер қолданады, біреулер қолданбайды. Құдай ешкім таңдауына араласпайды, бірақ уақыты келгенде, уақыты уже келіп тұр, психикасы піскен адамдарды алып кетеді. Қайда алып кетеді? Яғни ол адамдар жұмақ санасына көтеріледі деген сөз. Жұмақ ол адамның ішкі әлемінде басталады. Ойламаңыздар, мен өмір бойы мысалы қандай да бір дінде болдым, сол діннің жаңағы жүйедегі ережені орындадым. Бірақ соны орындай тұра, егер сіздің бойыңызда мінез өзгермеген болса, көркем мінез қалыптаспаған болса, сіз жаңағы ниетіңіз дұрыс болмаса, басқа заңдылықтарды бұзу арқылы, мысалы, осуждать етеді, өсек айтады, бұның барлығы саналады. Егер сол нәрсе бойыңызда бола тұра, эгоңыз ермеген болса, ни о каком рае речи и не может быть. Рай деген сөз ол дінмен байланысты емес.
ол адамның ішкі әлемінде басталатын нәрсе. Мен сондай адамдарды білем. Осы жаңағы денесімен осы әлемде өмір сүріп жүріп, жұмақпен осы өмірінде сүйіншіленіп жатқан адамдарды. Ішкі әлемі таза жұмақ. До такой степени андай пәк деңгейге жеткен адамдарды. Сондықтан бұл өте қасиетті жол, переход деген нәрсе. Ал матрица оның кілті. Матрица жүйе ретінде оның энергиясы өте қатты. Адам болып, сіз шектелген энергияңызбен оған қарсы бунт жасайын десеңіз, күшіңіз жетпейді. Ол сізді алады да бүйтіп езіп лақтырады. Лучше онымен келісімге келу ең сіз үшін де, жақындарыңыз үшін де экологичный жолы. Сол себептен фильтр жасаңыздар. Эзотерика контенті дамыған сайын, переход тақырыбы хит болған сайын өте көп проводниктер болады, бұрмаланған ақпаратпен бөлісетін. Ол ақпараттар қызметін жасайды, бірақ сіздің эволюцияңызды кішкене ұзаққа созып жіберуі мүмкін. Матрица фильмінде таблетка ұсынады ғой, 2 таблетка. Бірінші таблетканы ішсең, ақиқатты білесің, оянасың, бірақ соған дайын болуың керек, трансформация басталады дегенде, условно айтып жатыр, мен честно есімде жоқ ол фильмде не айтылатын қазір. 2-ші таблетка ұйықтап жата бересің дейді да. То есть анау иллюзия әлемде. Мен сіздерге 3-ші таблетканы ұсынар едім. Ақиқатты біліп ояну, бірақ күреспеу. Керісінше келісімге келіп, матрицамен бір бағытта қозғалу. Бұл ең зрелая позиция деп айтсам болады. Ешкім ұтылмайды бұл нәрсені жасағаннан. Керісінше өміріңіз бақытқа толмаса, точно сынаққа толмайды. Солай.